Сәлем достар, сіздермен жұмбақ әлем. Тарихқа үңілетін болсақ, ата-бабаларымыз бұрынғы кезден аруақтарды еске алып шелпек пісірген. Алғашқыда бұл отты тамақтандыру дәстүрі болған, ал кейіннен шелпек пісіру дәстүріне айналды. Бірақ та мағынасы өзгеріске ұшыраған жоқ. Басты мақсат иіс шығару болды. Яғни аруақтарды түтінмен тамақтандырып, ұрпақтарының олар туралы ұмытпағанның белгісі болған. Ал батырларымыз болса, соғыста күш-жігер алу үшін аруақ деп ұрандап жауға шапқаны бекерден емес. Ислам дінінің келуінен бастап шелпектерді бейсенбі және жұма күндері даярлайтын болды. Шелпектен дәм татқанда тие берсін деген сөз айтылады. Яғни аруақтар дәм татсын деген мағынада айтылған. Әдетте 7 шелпек жаман түс көргенде, әсіресе аруақтар кіргенде пісіріліп 7 адамға таратылады. Бұл аруақтарды еске алудың жолы. Баяғы кезде жолға шыққан адамдарға 7 нанды азық қылу мақсатында салып жіберген. Ал 7 саны қазақта киелі санаған. Менің бүгінге айтарым осы. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.